Мен бүгін сіздерге өткендегі көрсеткен доллар гүлімді топырағын ашып, бүгін ауырып жатқанын, не себепті екенін топырағын ашып көрмекші болдым. Магазиннен сатып алдым деген едім ғой. Міне қараңыздар, егер сіздерге көрініп тұрса, қазір мен көрсетейін сіздерге. Картошкасының бір шеті шіріпті. Міне ұстасаң жұмсақ. Міне көрдіңіздер ме? Мына беті картошкасы қатты. Ешқандай да нәрсе болған, мына беті міне картошкасы шіріпті. Бұған мен көп суды құйған жоқпын. Білмеймін неге екенін. Және бұған міне анықтап сіздерге көріне ме, көрінбей ме, аппақ шіркейлер жүр. Ол орысша айтқанда многохвостка деп аталынады. Міне бұл өте ылғалдылықты жаңа шіріген тамырлардың несінде пайда болады. Бұл ауру менде магазиннен сатып алғанда келген. Көріп тұрсыздар ма? Міне, мен бұл қазір бұны қалай емдеймін? Бұны сақтап қалуға тырысамын. Міне қандай признактары бар? Қалай жапырағы сарғайып? Мен бұны алдында грибковый аурумен де ауырған. Бұны мен бордоский смеспен обработка жасадым. Бірақ топырағын ашып көрсем, тоқтаған жоқ, жапырақтары сарғаюы, шіріпті. Мен қазір осы шірген жерлердің барлығын алып тастап, қайта басқа топыраққа отырғызатын боламын. Және бұны мен дайындап қойдым. Қазір кесіп алып тастаған жеріме активированный уголь себемін, жақсылап, сосын кептіріп барып, басқа жаңа топыраққа отырғызамын. Және фитоспоримен су құятын боламын. Бұл многохвостка және аурулардың алдын алады. Фитоспоримен су сеуіп, осымен су құятын боламын. Қазір мен сіздерге қалай тастап, сосын көрсететін боламын. Егер қаласаңыздар, менімен бірге қалыңыздар. Мінекей көріңіздер, мен кессем, ар жағының бәрі шіріпті картошкасы. Қазір осының бәрін алып тастайтын боламын мен. Мінекей мен шірген жерлерін бәрін алдым. Шірген жерлерін бәрін алғанда мына бөлігі картошкасыз үзіліп түсіп қалды. Мұны да топыраққа отырғызып, картошка өсіріп көремін, қалай болатын. Мінекей барлық шірген жақтарының бәрін алып тастадым. Шірген тамырын да алып тастадым, барлығын. Мына жерге енді мен қазір активированный уголь себетін боламын. Мінекей шірген жерін бәрін алып тастап, мен активированный уголь барлық жеріне сеуіп қойдым. На жағына да бәріне. Енді осыны біраз уақыт кептіріп, тамырын бірінші активированный уголь сеппей тұрып, мен фитоспоримен жудым тамырын барлығын, жаңа кескен жерін бәрін. Содан кейін активированный угольді септім. Қазір осылай бір жарты сағат, бір сағатқа қойып, содан кейін басқа топыраққа отырғызатын боламын. Егер қаласаңыздар, менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Мен жаңағы обработка жасаған гүлімді бір сағатқа тамыры кепсін, кескен жерім кепсін деп қойып қойдым біраз уақыт, содан кейін отырғызатын боламын. Бір айта өтетін жайт, мен бұған шылқылдады, тамыры шірейтіндей де су құймағанмын, өте құрғақ. Осыны көрсетіп өтейін дедім. Ешқандай да шылқылдап тұрған суы да жоқ, ешнәрсесі жоқ. Бұл топырақты мен әрине тастаймын, жаңа басқа топыраққа отырғызатын боламын. Қалай отырғызғанымды сіздерге көрсететін боламын. Менің шірігендерін алып тастағаныма бір сағаттан астам уақыт өтті, тамырлары кепті. Бұған активированный уголь сеуіп, мен бір сағат, бір жарым сағат уақытта қойғанмын, мені кепті. Енді мен бұны отырғызамын. Мына жерден үзіліп түсіп қалды. Шірген жерін алып жатқан кезде осыдан үзіліп түсіп қалды. Мынада ешқандай да картошка ешнәрсе қалмады. Сол себепті мен бұны кішкентай стаканға отырғызатын боламын, картошкасын өсіру үшін. Ал мына үлкендеуін мына горшокқа отырғызамын, осы екеуіне бөліп отырғызамын. Бұрынғы горшогын отырғызуға болар еді, мына горшок еді менде. Бұны енді үлкендеу болады. Бұл гүл тар горшокты жақсы көреді. Егер үлкеніне отырғызатын болсаңыздар, ол тек қана тамыр өсіреді.
сол себепті мен тарын таңдадым. Мен бұған кәдімгі мына универсальный, ішінде перлиті бар универсальный топырақпен отырғызамын. Себебі бұл жеңіл, тез кебеді. Алдыңғыдай мен топырақ дайындамаймын. Осы гүлді қалай отырғызғаным туралы менің алдыңғы видеоларымда бар, соларды көрулеріңізге болады. Оны мен ссылкасын описанияда қалдыратын боламын. Қазір мен осы екеуін отырғызып болып, сіздерге қалай отырғызғанымды көрсетемін. Мінекей мен доллар гүлін екеуіне екі бөлек отырғызып болдым. Мына екеуіне отырғызып болдым. Міне астына дренаж ретінде керамзит салдым. Алдындасында салмаған едім. Сол себепті бұл жолы керамзит салып отырғыздым. Мына көріңіздер, мына көк боп тұрғанды көп адам түсінбеуі мүмкін. Бұл бордоский смеспен өткен жолы мен обработка жасаған болатынмын емдеп. Соның дағы. Мына көріңіздер. Мына грибковый ауру болды. Бұл гүл өзі маған келгелі өте қатты ауырып жатыр. Осылай емдедім. Енді мынау картошкасын қалай өсіреді, соны кейін көрсететін боламын. Бұл ұзақ өсуі мүмкін. Мына жерде мына қазір мындай бір несі бар еді, сабағы. Мен оны кесіп тастадым. Себебі өте қатты сарғайып кеткен. Сол себепті мен оны кесіп тастадым. Маған күш болмасын деп. Және бұған су бүгін құймаймын. Мына себебі топырағы өзі ылғалды, мына өте ылғалды. Және бұның картошкасында әлі су бар, өзіне сіңіріп алған суы бар. Сол себепті су құймаймын. Бұған бір қатты кептіріп барып, 4-5 күннен кейін барып фитоспоринмен араластырып су құямын. Фитоспорин құятын боламын. Бұлайша басқа су құймаймын. Солай емдейтін боламын. Фитоспоринмен емдеймін. Бұл гүл өзін қалай сезінеді, соны кейін көрсететін боламын сіздерге. Мына гүл топырағы, мынау картошка өсіргенде көрсететін боламын. Мына осылай отырғыздым. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.